Қайырлы күн баршаңызға. Мен сіздерге қалай регистрация жасау керек, адам тіркеу керек, соны көрсетейін. Міне, мынау реферальный ссылкасын жіберді ғой, мысалы да, сізге тіркел деп. Енді осы көк ссылканы басасыз да, сол кезде сізге осылай ашылады. Осылай ашылады, соны регистрация дегеннің төмен жағына жауап бересіз да, аты жөніңізді, фамилияңызды жазасыз. Отчество не обязательно, но жазам десеңіз жазасыз. Номер телефона, мына жерге электронный адрестің почта, электронный почтаның логинін жазасыз да, страна Қазақстан, город, қаланы жазасыз. Одан кейін парольді, ағылшынша пароль придумывать етесіз. Сосын повторить пароль дейді. Екінші рет жазасыз. Одан кейін сізді шақырған кісіні тексересіз міне. Бейсенгүл Сағынтаева деген кісі шақырып тұр. Спонсорыңыз сол кісі да. Соны тексеріп алдыңыз, осы дұрыс болды. Содан кейін барып, мынау точканы басамыз, аққа ауысады. Сосын зарегистрироваться деп басамыз да, осылай тіркелеміз. Міне тіркелдіңіз да. Енді тіркелгеннен кейін мынау сіздің реферальный ссылкаңыз болады. Міне копировать етіп алдыңыз. Енді осыны сіз өзіңіз шақырған адамға жібере аласыз. Ал былай енді кабинеттен шығып кетуге болады, мына үстіңгі жағын басып.